Жетістіктері елімізге әлемдік спорт аренасында өзін танытуға мүмкіндік берген чемпиондардың есімдерін барлық қазақстандықтар мақтанышпен айта алады. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында олар көптеген жеңістер әкелді. Оларды халық жақсы таниды. Александр Винокуров, қазақстандық кәсіби велошабандоз, 2006 жылғы Испаниядағы World жеңімпазы және топтық жарыста 2012 жылғы Олимпиада чемпионы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, 2013 жылдан бастап Астана Pro Team велокомандасының бас менеджері. Александр Винокуров 1973 жылы 16 қыркүйекте солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Бескөл ауылында дүниеге келген. Бала кезінен велосипедке әуес болған. Ушинский атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетін бітірген, дене шынықтыру пәнінің оқытушысы. 1996 жылдан велоспорттан Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі. Мен баскетболға да барып көрдім. Тіпті күреске де қатыстым, бірақ барлығында келістіре алмадым. Бір күні жаттықтырушымыз Сергей Иванович Кручин біздің сыныпқа келіп велоспорт секциясы ашылатынын айтты. Велосипедтер береді ме деп сұрадық, олар береді деп уәде берді. Солай 1984 жылдың 28 ақпанынан бастап мен жаттығуды бастадым. Велоспорта. Интересно было, технический вид, спросили, велосипеды дадут, обещали, что дадут. 28 февраля 1984 года я начал. Винокуровтың мансабындағы алғашқы жарқын жыл 2003 жыл болды. Содан кейін ол қатарынан 2 рет Париж-Ницца жарысында жеңіске жетті. 40 күннен кейін Винокуров бір күндік Amstel Gold Race жарысында жеңіске жетті. Сол жылы ол Швейцариядағы Турды және Тур де Франстағы бір кезеңді жеңіп, осы жарысты Лэнс Армстронг пен Ян Ульрихтен кейінгі 3-ші орында аяқтады. Бұрын Александр гранд турларда жеңіске үміткер болып саналмаса да, бұл нәтиже оның әйгілі қарсыластар үшін нағыз найзаға екенін көрсетті. 2014 жылы Александр Винокуров Алматыда өзінің жеке брендімен шығарылатын спорттық велосипедтерді ұсынды. Вино маркалы велосипедтер Тайванда шығарылады, оларға әлемнің жетекші өндірушілері тапсырыс береді. Велосипедтің соңғы құрастыруы Қазақстанда өтеді. Бүгінгі таңда бұл Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де танымал бренд. Бұл жобаны Александр Винокуров әріптестерімен бірге 2 жыл бойы жасады. Біздің орталықтың маңызды экспонаттарының бірі Александр Винокуровтың сыйы, оның жеке велосипеді Vino RD100. Бұл ең алдымен жас шабандоздарға арналған модель. Shimano Tiagra жабдығы алюминийден жасалған дәнекерленген рамка, карбонды вилка. Мұнда өндіруші үшін басты міндет велосипедтің муляжын емес, спортшының жұмыс құралын жасау. Vino велосипедтеріне арналған компоненттер: тежегіш жүйесі, карбон вилкасы бар карбон жақтауы, тіркемелер, доңғалақтар, рульді танымал өндірушілер жасайды. Shimano Fusei Specialized Vision. Құрастыру толығымен Алматыда жүргізіледі. Бұл сапаға кепілдік беруге және қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстарын уақытында жүргізуге мүмкіндік береді. Айта кету керек, Vino A-Team кәсіби тас жолы велосипеді халықаралық велосипедшілер одағының аккредитациясын алды. Бұл отандық маркалы велосипедтерде спортшыларға одақ аясында өткізілетін ең беделді тас жол веложарыстарында өнер көрсетуге рұқсат беруді көздейді. Спортшының айтуынша, Vino бренді өндірушілердің негізгі мақсаты қазақстандықтарға қолжетімді бағамен жақсы өнім беру. Сол арқылы оларды белсенді өмір салтына тарту.